Мен сізге Facebookпен қалай жұмыс жасау керек, Facebook приложениесімен сол туралы айтып өтейін. Сіз Facebook'ты аштыңыз, енді қалай жұмыс жасайсыз деп білмейсіз. Ол үшін Facebook'қа кіреміз, міне. Кіргеннен кейін Facebook'та әртүрлі инструкторлар тұр, мына жерде көрдіңіз ғой, домиктің суреті, бұл жерде міне осылай неде жүріп жатқан жаңағы рекламалар барлығы шығып тұрады. Одан кейін мына жерде адамның суреті, бұл жерде сіз өзіңізге керек адаммен мысалы жазылсаңыз болады, осылай добавить деп, маған мына адамдар керек емес, сол себепті мен отмена басып тастаймын, жақсы ма? Добавить деп қосыласыз. Содан кейін мына жерде міне мынау бізде кино көруге болады. Яғни кино көріп, сіз мына жерде активно создавать етесіз, ма? Кино 5-10 минут күніне кино көріп отырсаңыз, өте керемет болады. Бұл Facebook'тың жаңа лимитін көтереді. Одан кейін мына жерде міне бұл енді осы жерде қазір андай рекламада тұрған көбіне сондай өнімдерді көрсетіп өтеді бұл жерде. Бұл жерде қараудың қажеті жоқ, сізге бұл маңызды емес сізге дейтін. Сосын мына жерде уведомление, ол сізге дейтін, яғни жазылған адамдар болса осылай шығып тұрады. Реклама салған адамдар болса, енді сізге ең басты главный керек. Не қараңыз. Мынау сіздің Facebook'ыңыз, осы сіздің Facebook'ыңыз. Сіз осы Facebook парақшасы арқылы, яғни аккаунт ашуыңызға болады. Аккаунт дегеніміз ол дейтін сіздің рекламаңыз жүру үшін керек болатын, яғни страница деп аталады, Мысалы, страница ашу үшін, мысалға сіз дейтін былай жасайсыз. Менде уже 2 страница бар. Страница ашу туралы барлығын жеке сізге өзіңізге түсіндіріп өтетін боламын. Алдымен сіздің жасайтыныңыз күндегісін күнде не істеп отыру. Ол әрине ойын ойнау керексіз. Мына жерде қазір игры деген бар. Міне игрыға кіресізде өзіңізге әртүрлі ойындар бар, күніне бір 5-10 минут осы играть дегенді басып ойын ойнайсыздар, жақсы ма? Басасыздар да, көрсетіп өтейін қазір сізге. Игратты басасыз, бұлар тегін ойындар ғой, ойнай бересіздер, өзіңізге жалпы жаныңызға қалаған ойынды ойнайсыңыздар болады. Бұл ойынды ойнап көрген жоқпын, көрекенін сіздерге көрсетейік. Так, бұл ойын міне секіріп ойнаймыз, не білмекен, ойбай қасқа. Осылай ойын ойнайсыңдар. Ана ішіне өткізу екен бұлай. Не? Бір жағынан сіздердің ойларыңызды бөледі, осылай ойын ойнайсыздар бала құсап. Бұл дейтін Facebook'ын активнысын көтереді, ойын деген. Енді ойыннан шығамыз. Неше түрлі ойындар бар, ойнай берсеңіздер мына жерде. Так, шығып кетейік. Выйти из игры деп шығып кетейік, міне. Ойынға кірдіңіздер, мына жерде игры деп тұратын, көрдіңіз ғой. Так, видео на Facebook дейді, міне. Мына жерде прямой эфирге кіруге болады. Игры ойын ойнауға болады, подписка жасауға болады, барлығы да бар. Instagram сияқты, как Facebook дегеніміз. Ең басты сіз кино көрсеңіз болды, соны сізге жетіп жатыр. Сосын мына жерде прямой эфир, погода барлығы көрсетіледі. Бұлар сізге маңызды емес. Қазір маңызды бөлшегіне көшеміз. Ой, мен WhatsApp-қа кіріп кеттім, міне. Міне осылай кіресіздер. Кіргеннен кейін сосын өзіңіз мысалға дейтін Instagramға фото-видео қоюға болады. Ол үшін міне осы үйшік тұр ғой, соған барасыз, мен қалай жасап отырмын, солай бір видеомен жасап істеңіздер, үйшік тұр ғой, осыған кіресіздер, міне. Мына жақта міне оң жағыңызда фото сурет тұрады, міне. Что у вас Новый год деген жерде міне басасыз, міне. Басасыз. Басқаннан кейін мысалы сіз видео салғыңыз келе ме, фото салғыңыз келе ме, жалпы өзіңіздің галереяңызға түседі, міне қараңыздар, Мысалы мен видео салғым келіп отыр, кеше команданың видеосын жасап қойған болатым, сол видеоны салғым келіп отыр. Так, мен бұлай іздей салайын. Төменге түсіп осылай іздей салайын видеоны да. Міне осылай, міне. Так, тексерусек. Осындай видео. Енді мына жерде скажите что-нибудь этих видео деп тұр ғой, осы жерге мен мына жерге пост салғым келеді, күшті қылып сөз салғым келеді. Енді оны қалай салам? Мен мана өзіме дайындап алдым постты, соны копировать етіп вставить ете қоямын. Сіздер де солай жасайсыздар. Уақытыңыз кетпейді. Енді мына жерде сіздерге айтып өткім келіп отыр.
сізде мысалы WhatsApp болады ғой, WhatsApp'тан өзіңізге группа ашып алыңыз. Мысалға балаңызды болмаса жолдасыңызды қосып, былай жасаңыз қазір. Жалпы группа ашуды білетін шығарсыз, иә? Группа ашу бұл міндетті түрде керек. Сізге керек группа, яғни керек ақпараттардың барлығын соған салып отырасыз. Мен новая группа дейсіз. Міне, мысалға мына мен жолдасым Мұрзам деген болса вставить етесіз де, міне. Ойбай ақсық, вставить еттіңіз. Название жазасыз, мына жерге керек Карл Клаб дейсіз, ол галочка, ол сізде ашылды. Керек Карл Клаб деп. Мен қазір группа ашпаймын, себебі менде группа бар. Кәміне көрсетемін сіздерге. Мен керек Карл деп қойдым, міне. Мына менің группам, бұл жерде өзіме керек ақпараттардың барын осы жаққа сақтап отырам. И осы жерден алып отырам. Себебі дейтін, ананы мынаның бәрін бүйтіп ақтарып отырып уақыт жоғалтып келмейді, иә? Енді мына жерде міне, мана дайындап қойған постым. Осыны алам да, бүйтіп копировать етіп алам. И сосын мана Facebook'қа барам, міне жанына барып, міне. И вставить етем, міне. Көрдіңіз ғой, вставить етем. И опубликовать басамын. Болды. Менің видеоролигім кетті. Қазір менде видеоролигім осы жерде жүріп тұратын болады. Яғни, осылай күнде активно создавать етем Facebook'та. Не істеу керексіз? Сізге тапсырма. Міне, күніне өзіңізге керекті, мысалға 5 адамды командаңызға қосып отырыңыз, иә? Мысалы, мен қазір мына жерде керек адамдарым бар. Соларды қосам өзім, міне. 2, 3, 4, 5 уже қосылды менде. 5 адам қостым, міне күндегісін күнде 1-2 кино көріп отырам. Әртүрлі кинолар бар ғой енді. Бұл 1 сағат, 2 сағат уақытты кетірмейсің, 5 минут көрсеңіз болды. Так, содан кейін, міне. Содан кейін мана мен айтқандай, мына үйшікке барып, 1-2 фото салып отырасыздар күндегісін күнде, иә? Солай өзіңіздің Facebook'ыңыз активно создавать етесіздер. Активно создавать етпесе болмайды, себебі Facebook ол сіздің айнаңыз, яғни через Facebook арқылы сіздің неңіз жүреді, рекламаңыз жүреді, иә? Менде даже менде Instagram байланған, Instagram'да прямой эфирім барлығы көрініп тұр. Салған сторизім барлығы, иә? Даже Facebook пенде история салуға болады, міне қараңыз. Мен история салып кетейін Facebook'қа. Мана видеоны сала қойсам болады. Поделиться басам, міне. Осылай Facebook'қа активность жасаймыз. Босқа қарап отырмаймыз. Жұмыс жасаймыз. Түсінбеген жеріңізді бірден сұрап отырын, жақсы ма? Келесіде жалпы Facebook'ның страница таргет жеу үшін қалай ашу керек барлығын сізге подробнее түсіндірем. Оның барлығын 50 балл заказ салған қыздарға түсіндіріледі. Бірақ әзірге Facebook'ыңыз дайындай беріңіз.